синтана. Бүгін біз сіздерге өте қызықты тәжірибе көрсетеміз. Бұл тәжірибе жасау үшін бізге қызыл қырыққабат, қайнаған су және әртүрлі ерітінділері керек. Ең алдымен қырыққабатты кішкентай бөліктерге кесіп, оны үлкен бір ыдысқа саламыз. Содан кейін сол ыдысқа қайнаған суды құйып, 5-10 минут күтеміз. Ал сұйықтықты дайындаудың соңғы шарты, оны қырыққабаттан бөліп, бір ыдысқа құйып, фильтрлейміз. Ал енді тәжірибемізді бастаймыз. Осы қызыл қырыққабаттың ішінде андоциан деген пигменттері бар. Осы пигменттер қышқылдармен және негіздермен реакцияға түскенде өз түсін өзгертеді. Ал енді сұйықтықты барлық ерітінділерге құйып шығамыз. Ал енді осымен біздің тәжірибеміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Және де каналымызға жазылуды ұмытпаңыз.